Сізге бұл жерде бекіту тапсырмасы ғой, бүгінгі сабақта қаншалықты түсінген екендеріңізді. Қазір экранға назар аударасыздар. Бірінші алдарыңызға түсіндіріп алайын. QR кодтың қасында болған сан сіздердің мына өздеріңіздің аттарыңыз шығады қазір. Мына тапсырманы орындаған кезде сан сіздердің аттарыңыз. Сосын былай айналдырып қарасаңыздар А, Б, С деген сандарды көріп тұрсыздар да? А, Б, С. Қазір экранға сұрақ жауап төрт жауабымен шығады. Сұрақ төрт жауабымен. Сол жауапты қарап, қай жауап дұрыс, мысалы Б несі дұрыс болса, дәл осылай бұның үстін маған көрсетесіздер. Маған, міне бұны. Екінші сұрақта С дұрыс болса, бұлай С-ны көрсетесіздер. Мына қолдан алсайсыздар. QR кодтан С-ны көрсетесіздер. Келесі сұрақ шыққанда, оның сұрақтың жауабы Д болса, Д-ны көрсетесіздер. Да? Түсіндік қой да? Иә. Бірақ мына QR кодты барынша шетімен көрсетсеңіздер, себебі маған сканер деген кезде оңай болсын, қолдарыңызды алып тастаңыздар. Ал сәттілік сіздерге. Әріп үстінде бір жауабы сөздер. Иә, әріп үстінде